Өмірде мынандай адамдардан сақ бол, жолатпа. В первую очередь бұл елдің бәрін аңдып отыратын адамдар болады. Бұл в основном сасық адамдар болады. Іші сасық. Ол аңдып отырды, любой нәрседен кір іздейтін адамдар болады. Ол іші сасық кеткен. Сондай адам болсаңдар, енді если жөнделіңдер ертерек. Екіншісі бұл өсек айтатын адамдар болады. Өсек айтатын адамдар бұл ортада госслужбада өте көп, мысалы. Ортада өсек айтып отырды ма, артынан біреудің артынан кетіп қалған соң оның артынан да өсек айтады. Сол сияқты қарапайым семьяда да болады, басқада да болады, туысқандарында да болады. Өсек айтып отырған адамдардан аулақ бол, сенің артынан да өсек айтатын болады. Ешқандай өсектен аулақ болыңдар. Үшіншісі, бұл енді шындық айта алмайтын адам дейді. Бұл енді шындық айту деген, бұл шындық ешкімге ұнамайды дейді ғой. На самом деле ұнайды. Просто шындықты айтатын кез болады, айтпайтын кез болады. Шындықты айтатын кезде айт, просто орнына қойып. Ал шындық айтпай артынан бұлай подхалимсті андай мұндай сен минусыңды көрме айтпай, мысалы өтірік айтып жүретін адамдар просто артынан сен сататын адамдардың бірі болады. Төртіншісі, мысалы бұл өмірдің заңдарының бірі, бұл госслужбада ешқандай дос болмайды. Сол сияқты дүние жүзінде любой госслужба статистиканы қарасаңдар, сол сататын дәл қасынан адамдар болады. Подставить ететінде сол адамдар болады қасындағы. Ешкімге сенбе, абсолютно госслужбада. Сол сияқты сен сататын адамдар, саған жамандық жасайтын адамдар алыстан келмейді бұл өмірде. Соны жаттап ал. Сол үшін бәрін дистанциясында, жақындарынан шығады. Бәрі жамандығы, зорлауды, қорлауды, барлық қылмыста барлығы жақындарынан шығады. Туысқан, таныс, андай мұндай, или бір жұмыста отырғандардан. Сол сияқты мынандай нәрсе бар, қорқау адам дейді. Қорқау адамдар тоже сатқан болады. Бұл енді сен бетіне, мысалы, госслужба болсын, фирма болсын, бастықтары бұлай оскорблять етіп бірдеме етіп жатса, айтады, дистанция соблюдай, мен өзім жұмысымды істеп жүрмін, маған артық жұмыс істеме керек емес. Мысалы, мен осындай сөйлесті, ол конкретно қойып тастайтын адам жамандық жасамайды. Ол бетіне айтып тастайды. Ал артынан любой нәрсеге басын иіп бағына беретін адамдар болады. Бұл адамдар, первый очередь, осындай адамдардан сақ болыңдар, бұл сатып кетеді. Бұл сатып кетеді. Сенің сатқындардың ішінде сол болады. Сен любой должностьтан түс, жағдайын түске сен таптайтын адамдар солар болады. Саған бағына беріп, басын иіп бағына беретін адамдар болады. Сол сияқты сондайдан сақ бол өмірде. Саған шыншыл адамдар болады, сен минусыңды айтады. Бұл енді постоянно критиковать ететін адамдар да жаман. Бұл просто сенің минусыңды айтады, мынандай жағында жөндесең болады деп. Ол четкий адамдар. Оның қасына жинағандайларды. Өсек айтпаңдар, өтірік айтпаңдар, жамандық жасамаңдар. Сол сияқты өздеріне адал болыңдар, и қоғамға да, достарына бәріне адал болыңдар.